Үйлену бір сәттік қуаныш, бірақ шаңырақ көтеру өмір бойғы еңбек. Жас жұбайлар махаббатпен ғана емес, ортақ мақсатпен, бір-бірін тыңдай білумен және жан дүниеге үңіле алумен отбасы бола алады. Өмір бойғы ғашық болып өту бұл сезімге ерік беру емес, саналы түрде бір адамды таңдап, соған бар махаббатыңды арнау. Шынайы жұптар күнделікті ұсақ-түйектерден өмірлік бақыт құра алады. Жас жұбай болу бұл жай ғана бірге тұру емес, екі адамның бір-біріне рухани серік болуға бел буы. Бұл сенім мен сенімнің түйісуі, бір адамның арманы екінші адамның мақсатына айналатын шынайы серіктестік. Отбасылық өмірде бастысы әрбір сезімді сөзбен емес, іспен дәлелдеу, ал әрбір келіспеушілікті күреспен емес, түсіністікпен шешу. Махаббат бұл сезім ғана емес, таңдау. Сол таңдауды күн сайын жаңартқан жұп ешқашан адаспайды. Нағыз отбасы екі адамның тек махаббатпен емес, күнделікті өмірдің қиындықтарына бірге төтеп берумен құрылады. Сүйіспеншілік, бастама, бірақ сыйластық, шыдамдылық, кешірім мен өзара қамқорлық оны өмір бойына сақтап қалатын негіз. Жас жұбайлар әрбір сәтті бірге өткеруге, әрбір қиындықты ортақ сабаққа айналдыруға үйренсе, олардың шаңырағы биік, бақытты, баянды болмақ. Бақытты неке дегеніміз бір-біріңді қайта-қайта жақсы көре білу. Жаңа киім емес, қайта тігілген ескі киім сияқты жылдар өтсе де ыстық көрінетін, ыңғайлы болатын, жаныңа жақын дүниедей. Махаббат от емес, шоқ. Оны өшірмеу үшін үнемі үрлеу керек. Сондықтан да жас жұбайлар бір-бірінің жанын түсініп, қадірін біліп, әр күнді ризашылықпен қарсы алса, нағыз бақыт сонда. Екі адамның тағдыры қосылғанда, ол жай ғана отбасы емес, бұл жаңа тарихтың басталуы. Бұл тарихты қалай жазу өз қолдарыңда. Жақсы неке мінсіз болу емес, бір-бірінің мінін қабылдап, соған қарамастан жақсы көру. Кейде үлкен махаббат, үнсіз құшақ, артық айтылмаған жылы сөз, кешірім сұрай алатын жүрек. Шынайы жұптар қиын сәттерде бір-бірінен қашпайтын, қайта бір-біріне жақындайтын жандар. Жас шаңырақ жаңа отырғызылған ағаштай. Қарамасаң қисаяды, күтсең көктейді. Оған махаббат суы мен шыдам көлеңкесі қажет. Махаббатты сөзбен емес, амалмен раста. Өйткені шынайы сезім үнсіз қамқорлықта, елеусіз ерлікте, уақытпен дәлелденеді. Жақсы жар жүрек тыныштығы. Ол саған сөзсіз сеніп, шаршап келгенде дем болады. Қуанғанда қуанышыңды еселейтін адам. Жанұяда бәрі бірге басталуы тиіс. Армандар да, шешімдер де, қуаныштар да. Онсыз отбасы бір үйде тұрған бөтен жан. Махаббатпен қосылған жандардың шаңырағы шайқалмайды. Махаббат жолдың басы, бірақ сол жолмен бірге жүру шынайы ерлік. Бұл жолда сенім, кешірім мен қамқорлық серік болсын. Некенің бақытын сөз емес, іс дәлелдейді. Қамқор көзқарас, жұмсақ үн, күнде қайталанатын ұсақ істер шынайы махаббаттың көрінісі. Жас жұбайлардың ең үлкен қорқынышы, олар әлі бәрін үйреніп келе жатыр. Әр күн жаңа мүмкіндік, әр жанжал жаңа сабыр, әр қуаныш жаңа есік. Кез келген қиындық бірлікке сын. Ал бірлік махаббат пен түсіністіктен басталады. Бірге болу, бір-бірің үшін өмір сүру деген сөз. Отбасы деген тек үй емес,
ол жүрек пен жанның баспанасы. Онда тыныштық болса, өмірде жайлы болады. Махаббат отты үнемі жанып тұру үшін, оны күнде жанармаймен, мейіріммен, қамқорлықпен, жылы сөзбен толықтырып отыру керек. Жақсы отбасы дауыл тұрғанда да қол ұстасып, бір-біріне қарап күле алатын адамдардан тұрады. Жақсы келін шаңырақтың ырысы, жақсы күйеу отбасының тынысы. Жанұяда бір-біріңді емес, мәселені кінәлаңдар. Бір-біріңе емес, бір бақытқа қараңдар. Сонда отбасылық өмір жеңіл және қуанышты болады. Некенің шынайы күші мен, сен деген сөздерден біз деген ұғымға көшу. Ол тек махаббатпен ғана мүмкін болады. Махаббат гүл, ал жанұя оны өсіретін бақша. Гүлді қарамасаң солады. Дәл сол сияқты отбасына көңіл бөлмесең, жылу өшеді. Жанұя шағын мемлекет. Ері хан, әйелі ханша. Жақсы жар айна сияқты, ол сенің қуанышыңды 2 есе етіп көрсетеді, ал қайғыңды бірге бөлісіп азайтады. Сыйластық отбасының негізі. Егер махаббат сезімнен тұрса, сыйластық сана мен жүректің келісімі. Онсыз шаңырақ мықты болмайды. Үйлену бұл бір сәттік шешім емес. Өмір бойғы серіктестікке деген ниет. Ол тек сезімге емес, сенімге, сабырға, үмітке сүйенеді. Бақытты жанұя жан тыныштығы бар жер. Онда дауыс көтерілмейді, жүректер жараланбайды. Тек махаббаттың үнсіз күші сезіледі. Некеде бәрі де бір-біріне байланысты. Сөзің жүрегіңе, көзқарасың көңіліңе, әрекетің болашағыңа әсер етеді. Сондықтан да әрбір іс махаббатпен жасалуы керек. Сыйластық отбасының негізі. Егер махаббат сезімнен тұрса, сыйластық сана мен жүректің келісімі. Онсыз шаңырақ мықты болмайды. Жас жұбайлар әрбір қиындықты жау емес, бірге шешетін міндет деп қабылдаса, оларды ештеңе жеңе алмайды. Өйткені нағыз махаббат бірге күресе білуде. Махаббат бастау ғана, бірақ оны сақтап қалу үшін күн сайын сабырмен, мейіріммен, қамқорлықпен суарып отыру қажет. Отбасы бұл еңбек, бұл сенім, бұл таңдауды күн сайын растау. Жанұя құру жай ғана рәсім емес, бұл 2 жүректің, 2 тағдырдың, 2 болмыстың бір арнаға тоғысуы. Шынайы отбасы әр таңды қуанышпен, ал әр кешті алғыс айтып қарсы алатын орта. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.